Өңірде қазақ мұнайының 125 жылдығы мен Қаламқас кен орнының 45 жылдығына арналған мерекелік шаралар жалғасуда. Мереке Қаламқас кен орнында да кең көлемде тойланды. Кен орнындағы еңбек адамдарының кәсіби мерекемен Маңғыстау Мұнайгаз компаниясының басшылығы, кәсіподақ төрағасы мен Маңғыстау ауданының әкімі, ардагер мұнайшылар құттықтады. Бүгінде біз Қаламқас кен орны біздің аудан бойынша ең ірі мұнай өндірінің ошағы. Қаламқас кен орнының басшылығы менен Маңғыстау Мұнайгаз мекемесі ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына көптеген жылдар бойы өзінің еңбегін көріп келеміз. Яғни жұмыспен қамту бойынша ауданның тұрғындарын және ауылдардың көркеюі бойынша техникалық жабдықтармен де, көліктермен де көп көмектесіп келе жатыр, және атсалысып келе жатыр. 45 жыл ішінде Қаламқас кен орнында 176 миллион тоннадан аса мұнай мен миллиардтаған текше метр газ өндірілген. Бұл жолда ардагер мұнайшылар мен бүгінгі буын мұнайшылардың еңбегі зор. Сала дамуында әр маманның үлесі бар деген Маңғыстау Мұнайгаз компаниясының басшысы барлық мұнайшыны мерекемен құттықтап, еңбектері үшін алғыс айтты. Бұл жерде тек Маңғыстау Мұнайгаздың ұжымы ғана емес, Қаламқас Мұнайгаздың ұжымы ғана емес, мердігерлік мекемелердің жұмысшыларында үлкен ерең еңбегі тұр. Сол ерең еңбекті арқасында бұл Маңғыстау Мұнайгаз, Қаламқас Мұнайгаз үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан ерекше ардагерлерге, бүгінгі таңда ұңғымалардың басында жұмыс жасап жүрген сіздерге мыңда алғыс. Осы атаулы мерекені пайдаланып, өзімнің ұжымдастарымды, әріптестерімді мұнайшылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Әрқашан осы еңбектің арқасында абыройлар асқақтай берсін. Қаламқас кенішінде еңбек етіп жүрген мамандарға қазақ мұнайының 125 жылдығы мен Қаламқастың 45 жылдығына арналған мерекелік төсбелгілер табысталды. Жалпы қазақ мұнайының 125 жылдығы, Қаламқас Мұнайгазымыздың 45 жылы құтты болсын бәрімізге. Үлкен буын ардагерлеріміз құтты болсын дейміз. Келешек жастарға, жас буындарға мереке құтты болсын дейміз. Мердігер мекемелерге де құтты болсын дейміз. Солардың да үлестері өте зор. Деніміз сау болсын, мұнайымыз көп болсын, мұнайымыз таусылмасын. Мереке көркін әнші Қуандық Рахым мен жергілікті өнерпаздар кіргізді. Көпшілікке өздерінің хит әндерін орындап берген эстрада өкілдері тыңдармандарының ықыласына бөленді. 29 көтереміз қолды қаттырақ. Мерекеде мұнайшылар тек концерттің куәсі болып қана қоймады, сонымен қатар алаңға шығып қол күресі, арқан тарту мен қазақша күрес түрлерінен сайысқа түсті. Айта кетерлігі, мұнайшылар үшін кен орнына аты берілген батыр қыз Қаламқастың тағдыры баяндалған драмалық қойылымда ұсынылды. Мен күйіп байқыстың мейізім бұрат, сүйегін сындырып, жаны шындырып жатқаны. В регионе продолжаются праздничные мероприятия, приуроченные к 125-летию казахстанской нефти и 45-летию месторождения Қаламқас. Накануне праздничные торжества принимали непосредственно юбиляры, работники месторождения Қаламқас. С двойным праздником нефтяников поздравили аким Мангистауского района, руководство компании Маңғыстау Мұнайгаз, а также известные ветераны-нефтяники. Руководство месторождения Қаламқас и компания Маңғыстау Мұнайгаз в целом на протяжении многих лет вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие района, а именно по вопросам трудоустройства жителей района, а также поддерживая техникой, необходимой для благоустройства населенных пунктов. За 45 лет на месторождении Қаламқас было добыто свыше 176 миллионов тонн черного золота, несколько миллиардов кубометров газа. Это большое достижение говорит о том, что опыт, знания и высокий профессионализм всегда отличали нефтяников Қаламқаса и позволяли выполнять самые сложные проекты и добиваться значимых результатов. Здесь нужно говорить не только о вкладе трудовых коллективов Маңғыстау Мұнайгаза или Қаламқас Мұнайгаза. Это и немалый труд работников сервисных предприятий. Благодаря этому труду наша компания в настоящее время добилась больших успехов. И я хочу от всей души поблагодарить ветеранов и вас, дорогие коллеги.
В этот замечательный праздник хочу поздравить всех своих коллег, желая всем плодотворного труда, крепкого здоровья, чтобы их труд всегда оценивался по достоинству. С праздником! Наиболее отличившимся работникам нефтепромысла вручили юбилейные медали, благодарственные письма и нагрудные знаки, выпущенные в честь 125-летия казахстанской нефти и 45-летия Каламкаса. Хочу поздравить ветеранов и всех своих коллег, в том числе работников сервисных компаний, со 125-летием казахстанской нефти и 45-летием месторождения Каламкас. Желаю всем крепкого здоровья, пусть запасы нефти никогда не иссякнут. Счастья всем и успехов! Праздничные торжества продолжились выступлением звезды казахстанской эстрады Куанды Харакыма. Зажигательные песни не оставили равнодушными нефтяников, которые в этот вечер танцевали под полюбившиеся хиты. Параллельно с концертной программой проходили и спортивные состязания по армрестлингу, поднятию гири, перетягиванию каната и казахша крёс. Все победители и призеры соревнований получили заслуженные награды и призы. Еще одним важным событием для нефтяников стал спектакль «Эз Аулия Каламкас», премьера которого состоялась в местном дворце спорта в преддверии праздничного мероприятия. Драматический спектакль рассказывает о непростой судьбе героической девушки Каламкас, в честь которой и было названо месторождение.